Сәлем достар, бүгін тефтели пісіретін боламыз. Мен гарнирге макарон пісірдім. Соңына дейін көріңіздер видеоны, және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше пісіріп бастайтын боламыз. Бірінші мискіге фаршымызды саламыз, шамамен 500 граммдай, және де үстіне ұсақтап туралған жуаны, жуылған күрішімізді, тұз, бұрыш және де су құямыз. Енді осы дайын болған массаны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Тіпті атпит етіп алуға да болады, яғни ұрғылау арқылы дұрыстап тұрып қолымен перчатка киіп жақсылап араластырып аламыз. Оны формировать етеміз. Пісіретін табамызды немесе қазанды май құйып жақсылап қыздырып алатын боламыз. Және үстіне жуаны саламыз, және де күштен өткізілген сәбізімізді салып жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Жуа жұмсаруы тиіс. Енді осы массаның үстіне 2 стакан қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Пока бұл дайын болғанша біздің тефтелеріміз тоңазытқышта тұрады. Енді бұның үстіне манағы тефтелерімізді саламыз. Бұл тағам шамамен 30 минутта пісті. Бірақ та сіз күрішті жартылай пісіріп алатын болсаңыз, онда одан ерте піседі. Мінекей, тағамымыз дайын. Каналдың дамуы үшін үлес қоссам десеңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!